Тұзды кетіру ағзадағы 60% ауруды емдегенмен бірдей. Халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігер кеңесін алуыңыз керек. Әлем елдерінің 1/3 бөлігі мойын мен желкеге жиналған тұздан зардап шегуде. Жас талғамайтын бұл ауруды емдеуге халық емі де өз үлесін қосуда. Желкедегі тұзды жою үшін біз сіздерге үй жағдайында жасай алатын ем түрлерін ұсынамыз. Тұз жиналудың басты белгілері: басыңыз ауырады және айналады, қан қысымыңыз бірден көтеріледі, қолдарыңыз ұйып қалады, жауыр мен көкірек айналасында ауырсыну болады, арқаңыз бен беліңіз ауырады, бойыңызды әлсіздік билеп, тез шаршайсыз. Міне осындай жайсыздықтар сезіле бастаса, демек желкеге немесе мойынға тұз жиналды деген сөз. Мұның соңын айықпас дертке ұластырмай аурудың алдын алыңыз. Қыздырғыш компресс: 300 грамм медициналық спиртті 10 грамм комфор спирті мен 10 грамм йодты араластырыңыз. Оған ұнтақталған 10 дана анальгин дәрісін қосыңыз. Дайын болған қоспаны желкеңізге, мойныңызға жағып, сыртынан жылы орап қойыңыз. Осылайша 4-5 емнен соң-ақ оң нәтиже байқайсыз. Бал және алоэ компрессы: 150 грамм араққа 100 грамм ертілген бал мен 50 грамм алоэ сөлін араластырыңыз. Дайын болған қоспаны ауырған жерге жағып жатыңыз. Емді тәулігіне 2 рет жасау керек. Сарымсақ пен зімбір компрессы: сарымсақ пен зімбірді майда үккіштен өткізесіз. Қоспаны мойынға, желкеге массаж жасай отырып жағыңыз. Егер құрғақ болса, аздап ертілген сарымай немесе ментол қосуға болады. Шайқурай майынан компресс: алдымен майды дайындап аламыз. Ол үшін 150 грамм үгілген шайқурай гүлі мен жарты литр шырғанақ, яғни облепиха майын араластырамыз. Ыдысымен ыстық суға салып, бұлау жасаңыз. Шамамен 30 минуттан соң майды салқын жерге қойыңыз. 3 күннен соң дайын болған емдік майды жақсылап шайқап алып, мойын мен желкеге жағасыз. Емделу мерзімі 10-12 күн. Картоп пен бал компрессы: 1 дана үгілген картоп пен 1 ас қасық жылы балды араластырып, қатты матаға жағыңыз. Оны ауырған жерге таңып, сыртынан жылы орап қоясыз. Бұл емді үзбей 3 күн жасасаңыз, мойындағы желкедегі тұздан бір жола құтыласыз. Май мен жұмыртқа компрессы: жүгері ұны мен 3% сірке суды араластырыңыз. Оған көпіршітілген жұмыртқа мен 0,5 стакан өсімдік майын қосасыз. Қоспаны банкіге құйып, бетін жауып тоңазытқышқа қойыңыз. 2 күннен соң банкіні жақсылап шайқап алып, ем ретінде тұз байланған жерлерге компресс жасайсыз. Осы компрессті көрсетілген мерзімге дейін үзбей қолданып жүрсеңіз, желке мен мойынға мініп алған ауырлықтан арыласыз. Өзіңізді жеңіл сезініңіз, бойыңызға сергектік сыйлайсыз. Тұзды кетіру ағзадағы 60% ауруды емдегенмен бірдей екенін ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет, кәдеңізге жарасын. Видео ұнаса тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.